Қамырды қамырға орап, ерекше етіп қаттама жасаймыз. Дәл осы әдіспен қаттама жасасаңыздар, қаттамаларыңыз әрқашанда мінсіз болып шығады. Бірінші жасағаннан көріп тұрғандарыңыздай қатпарлары өте көп, және жеген кезде қатты емес, жұмсақ, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Алдымен қысып тұрған ыстық сүтімізге тұз салып араластырып аламыз да, кейіннен дрожж саламыз. Кәдімгі құрғақ дрожжды салып, алдын ала еліктен өткізіліп алған ұнды салып, жақсылап қолмен қамыр илейтін боламыз. Қамыр қыздар қатты, жұмсақ немесе қатты болып қалмау қажет. Осы видеода көрсетілгендей етіп илеңіздер, кішкене қолға жабыспайтын болғанша жақсылап илеп, қамырды бетін жауып 30 минутқа қойып қоямыз, бір жерде кішкене ашығанша. Бұл қамырдың ерекшелігі де осыда. Дрожж қосылғанмен ешқандай да ашытпаймыз. Ары кетсе 30 минут, 20 минут қойып демалдырсақ болды. Енді ортасына жағатын майымызды дайындап аламыз. Ол кәдімгі сары маймен кәдімгі сұйық майды араластырып ерітіп аламыз. Қамырды бірдей 6 бөлікке бөліп аламыз. Одан кейін тындырмай бірден жая берсеңіздер болады. Кішілеу ғана, бұл кәдімгі майға тапаға қуырылатын қаттама. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Жаңағыдай қамырды алып, кішкентай қырып барынша жұқа етіп жайып аламыз. Қанша жұқа жайсаңыздар, сонша әдемі болады. Сондықтан да барынша жұқа етіп жайыңыздар. Ортасына жаңағы арнайы дайындалып алған майымызды барлық жеріне біркелкі етіп жағып аламыз. Міндетті түрде бәр жеріне жағылсын қыздар. Және де осылай самсаға орағандайғы етіп, осылай улитка қылып орап аламыз. Барлығын төртеуін орап аламыз да, бір қамырды осылай алып жайып аламыз да, жаңағы 4 қамырды осының бетіне қоятын боламыз. Қыздар, бір қамыр артық болып қалады, онда тұрған ештеңе жоқ. Бір қамырды просто жайып пісіріп ала бересіздер. 4 қамырды осылай қойып аласыздар да, үстінен 4 бірдей бөлшекке бөліп кесіп аласыздар. Қыздар, бұдан да бөлік неше түрлі қаттаманың рецептері менің арнамда бар. Сондықтан міндетті түрде арнама қонақ болсаңыз, міндетті түрде жазылып алып, видеоларым ұнап жатса, комментария жазып, лайк басып кетіңіздер. Осы әдіспен міндетті түрде жасап көріңіздер. Ерекше және де қиын да емес, өте оңай. Үлкен қылып қамыр жаюдың қажеті жоқ. Кішкентай қылып жайып жасай бересіздер. Енді осы қамырды 15 минутқа холодильникке салып, сары май қатқаннан кейін жайып алып пісіріп ала бересіздер. Барынша жұқа етіп жайыңыздар, өйткені дрожж қосылған қамыр болғандықтан ісінеді бұл. Енді құрғақ табамызды қыздырып аламыз. Міндетті түрде құрғақ болу керек. Бір бетін салып, кішкене қызғаннан кейін 2-3 минуттан кейін мына бетіне, ашық бетіне сары маймен жаңағы ортасына жаққан сары майымызды жағып аламыз да, екінші бетке аударамыз. Солай 2-3 мәрте аударып отырып, әр аударған сайын осылай бетіне май жаға отырып пісіріп алатын боламыз. Қыздар, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама міндетті түрде жазылып алып, колокольчикті басып алыңыздар. Сол кезде әрбір шыққан видео бірінші сіздерге баратын болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет. Үйіңізде үлкен апалар, әжелер немесе аналарыңыздың өзі керемет сүйсініп жейтіні анық. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар. Менің арнама қонақ болып келіп көріп жатқандарыңызға рахмет.